2021 жылы Ұлы Отан соғысының аяқталғанына ұлы жеңіске 76 жыл. Рақымсыз соғыс талай ананы баласыз, талай баланы әкесіз, талай жарды жесір қалдырды. Ұлы Отан соғысы 1941 жылы 22 маусымда басталып, 1945 жылы 9 мамырда аяқталды. Бізге бейбіт өмір сыйлаған ата-бабамызға бас иеміз. Осындай ардагерлеріміздің бірі Әлімбаев Көшірхан атамыз. 1923 жылы Ақтөбе облысы Ырғыз ауданы номер 24 ауылында дүниеге келген. Соғысқа дейін 1940 жылы оңтүстік байланыс бөлімінде электр монтері болып жұмысқа қабылданды. 1942 жылы әскерге алынып, Украина, Белоруссия, Прибалтика майдандарына және Жапон милитаристеріне қарсы соғыстарға қатысқан. Соғыстан кейін 1946 жылы Ақтөбе облысында мал шаруашылығының бригадирі болып жұмыс атқарды. 1967 жылы Совет партиялық әртүрлі мекемелерінде жұмыс атқарды. Қазіргі таңда Алматы облысы Іле ауданы Боралдай кентінде тұрып жатыр. Бір қыз, екі ұл өсіріп, олардан 2 немере, 5 шөбере сүйіп отыр. Ата. Ассаламағалейкум. Алейкум ассалам. Біз мынау осы Іле ауданындағы жаңа тоқын жастар қауымдастығы әрі 7-ші орта мектептің жас полиция, жас өрт сөндіруші кадет сыныптарының бірігуімен өзіңізді құттықтап келіп отырған жайымыз бар. Көпті көрген ақсақалымыз, кешегі Ұлы Отан соғысының көз тірі куәгері ғой деп өзіңізді ардақ тұтып, үлкен ақсақалдарымыздың ақ батасын алайық деп, жас ұрпаққа өнегесін тыңдайық деп келіп отырған жайымыз бар. Біздің Ануарбек Дияр атты жас өрт сөндіруші кадет сыныбының оқушысы, жас ақынымыз, өзіңіз секілді ардагерлерімізге арнаған өзінің жыр шумақтары бар екен. Соны тыңдасақ, рұқсат болса. Ой, рахмет. Оқи ғой, Дияр. Есімдерін ұлықтап жыр жазамыз. 1941-де соғыс болды, өткізделім қаншама қиын жолды. Отан үшін отпенен оққа түсіп, ардагерлер болашағың аман қалды. 9 мамырда бақытты күн, жеңіс кеп, ұмыт тұрды уақыт мұңын. Аялап, қастерлейік ардагерді, арнаған жеңіс үшін әрбір күнін. Ардагерлер, аяулы арманерлер, от жалын боп майданда жанған ерлер. Елімді жаудан алып қалған ерлер, кешегі сұм соғыста майдангерлер. Қатал жаудан жүрегі шайлықпаған, аттан деген бұйрықты жай құптаған. Сіздер нағыз ер жүрек батырсыздар, дұшпанға қарсы тұрған қаймықпаған. Тәуекелге бел буып шапқан жауға, атаңменен болама мақтанбауға. Есімдерін ұлықтап жыр жазамыз, осынау бейбіт күнде ақтаңдарда. Ардагерлер, мың алғыс сізге бізден, шын жүректен айтамыз, шын лебізбен. Бүгінгі жеңіс күні құтты болсын, шашу шашам сіздерге жыр теңізден. Ой, бақытты бол, айналайын. Сөздерінің бәрі қандай жақсы, рахмет. Зор денсаулық берсін сендерге. Әумин ата, айтқаныңыз келсін. Енді орамал тон болмайды, жол болады деді ғой атамыз қазақ. Сол секілді өзіңізге бір жастық шақта осынау гүл жайнаған көктемнен белгі болсын деп бір суретіміз бар еді. Арнұр, өзің сыйға тарта ғой атаңа. Мінекей мынау естелікке сурет. Тағы да енді адам қартайғанда бір бала дейді ғой ата. Сол секілді мінекей мынау шайға түсіп жесін деп тәттілер әкелген едік. Мінекейіңіз. Ой, бақытты болыңдар, айналайын. Жеңгеміз өзі реттеп алар сыйлықтарыңызды. Сыйлықтарыңа көп рахмет. Бақытты болыңдар. Ата, өткен күннен қандай естелік айта аласыз бізге, жас ұрпаққа? Келіңдер, жақындап отырыңдар балалар. Атаның әңгімесін тыңдап. Соғыста енді ол конечно оңай болған жоқ. Онда қиын. Мен жаңағы разведчик болдым, полковой разведкеде. Немістердің тілде дейді ғой енді. Тылы, Вот соны разведчик болғасын.
Сол 41 жылда бастап өз добровольный болып соғысқа кеттім. Сол енді 41 жылдан біздің 45 жылдан бері сол отан соғысының басынан аяғына дейін сонда болдым. Японияда болдым. 46 жыл Жапонияда болды ма? Ой, онда менің болған нелерім страна көп. Вот Япония, Германия, енді барлық жерде де болдым. Неге десең, соғыста мен разведчик болдым. Вот, немістердің нелерін соны алып келіп жүрдім мен как раз. Тіл алып келіп жүрдіңіз ғой, барлаушы болып. Ага. Заданием мен дағыламыз так. В общем, 4 жыл соғыста болып, басынан аяғына дейін қалдым так. Соғысқа не болып бардым? Өзім, желание, добровольный. Звание менің бұлай старшина. А самозвание, так, сержант. Сержант, командир расчета. Сержант, так. А істеген жерім, так, вот командир, роты болдым командир, не болдым, Старшина болдым. Көп жерде болдым. Соғыстың басынан бастап, аяғына дейін болдым. 4 жыл. И самый қиыншылық жерінде болдым, так. Ата, енді біздің жас ұрпаққа бір ақ батаңызды берсеңіз. Ал енді Илахиямен. Сендер келіп маған бата беріп сұрағандарыңа көп сендерге рахмат. Алдағы уақытта сендердің айтқандарың әділ болсын, тілектерің қабыл болсын. Аумин. Өркендерің өсіп, бақыттарың аса берсін. Кеткен жерде не болсын, барлығын сендерге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, ойын күлкі, қызық, тамаша алдағы уақытта бере берсін дейді. Аумин, айтқаныңыз келсін. Аумин. Рахмет, ата. Сендерге де көп рахмет біріншіден. Барлығы менімен келіп, маған сәлем беріп, көріп, барлығы айтқан еді. Маған сендердің мына отырғандарың жаңағы сөйлеген сенің сөздерің барлығы маған өте жақсы. Алдағы уақытта сендерге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, ойын күлкі, қызық, тамаша сендерге. Мына бейбіт заманды көре алмай, айтқаныңыз келсін. Жеңіс үшін жанын пида еткен майдангерлерге ұрпақтар атынан шексіз алғыс айтып, мәңгілік құрметпен бас иеміз. Қаратасқа есімдері қашалып жазылған есіл ерлер есімі ел есінде мәңгі сақталды.